Баршаңызға қайырлы күн. Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Подкасты жүргізетін мен Арам Оралбек және де бүгінгі подкастымыздың құрметті қонағы Жастар театрының сонымен қатар дубляж актрисасы, сөз сөйлеу өнерінің маманы, Алаш дауысы мектебінің негізін қалаушы Шехназа Қызыханова. Подкастымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлем. Ой таста подкастының негізгі мақсаты бұл әртүрлі сала мамандарынан сұхбат алып отырып, жастарға зерделі ой тастайтын подкаст жобасын жүргізу. Алғашқы сұрақты мен бірден осы дауыс туралы бастағым келіп тұр. Мысалы біз актер, актрисаның барлығын атын білмесек те, бірақ дауысын танып отырамыз. Сіздің ойыңызша осы актриса ретінде дауыстың маңыздылығы қандай? Мысалы бүкіл кейіпкердің бар болмысын аша алады ма? Жалпы рахмет сұхбат алып отырғаныңызға. Дауыс деген тек қана актер, актрисаның емес, жалпы барлық күллі адамның тұлғалық қасиетінің айнасы. Дауыс арқылы адамды тануға болады бірден. Оның тембрінен, оның үнінен, оның адамгершілік қасиеттерін де байқап қоюға болады. Зерделі мұқият қарап отырсаң, адамның сөз саптауынан, оның жалпы артындағы тәжірибесін, өмірінде байқауға болады. Сондықтан да тек актер, актриса үшін ғана емес, жалпы адамзат үшін, барлық тәжірибелі мамандар үшін де өзінің дауысын меңгерген, әдемі өзінің қоңыр үнін ашқан өте маңызды. Жауабыңызға рахмет. Сіз әлемдік деңгейдегі мысалы бүкіл мультфильмдер болсын, фильмдерге жан бітірдіңіз, кейіпкерлеріңізді көрдім. Кеше қателеспесем Веном 2-ге дубляжға бардыңыз. Қай бір кейіпкерге дауыс бітіру сізге ерекше бір тәжірибе қалдырды? Кеше өзімде сторителлімді айтқанымдай, жалпы театр дубляждан бөлек өзім кішігірім блог жүргізгенді жақсы көремін, өзіме ұнайды. Сол жерде өзімнің парақшама тіркеліп қойсаңыздар, Шехназа нижний пробел К инстаграмда, мен ойлаймын жомарт түрде бөлсем деп, ештеңені бүкпесіз қалай бар солай айтқанды жақсы көремін. Ол өзімнен кейінгі келе жатқан сіңілдеріме де көмек болсын деген ниетім. Сондықтан да тәжірибемен бөлісіп отырамын. Сол кеше сторителлда өзім дубляж барысында жаңа бір ойға, инсайтқа кенелдім де, әр кезеңде, әр уақытта, мысалы, әр жұмыс уақытысында тәжірибемен бір жаңа деңгейге шығып отырады екенсің. Мысалы, осы уақытқа дейін бір 10 жылдық өтті, мысалы, артымда. Ол кезде кейіпкерге жан бітіру болсын дауыспен, сахнада кейіпкер жасап, жоқ кейіпкерді ойлап табу болсын, оның бастапқы кезеңімде, мысалы, сол кәсіпті енді меңгерген екенмін. Енді қыр-сырын былай таныған екен. Біз ойлаймыз ғой, диплом алғаннан кейін бітті, біз маманбыз деп ойлаймыз. Оның барлығы далбаса әңгіме екен, оның бәрі тек қана бастамасы, біз тек қана формуласын ғана үйренеді екенбіз. Мысалы, одан кейін тәжірибемен сахнада да, дубляжда да бір 5-10 жылдықта сол тәжірибені меңгереді екенбіз тек қана. Содан кейін барып нағыз шеберлік басталады екен. Мысалы, қазір маған қиын емес, қызық. Басында қиын болды, қиын болды. Қандай да бір кейіпкерді дыбыстау, мысалы, дубляжда ол қиын, өйткені оны танымайсың, білмейсің, кәсіпті енді меңгеріп келе жатырсың. Сол жерде қиын болар сөзсіз. Ал сол қиындықтан өтіп кеткен кезде нағыз шеберлік басталады. Көп адам, көп актер, көп студент, көп абитуриент, басқа салада да адамдар сол қиындыққа келген кезде белгілі бір патологы болады, өзінің бір шегі болады. Мысалы, кәсіпті енді меңгердің, мысалы, сен журналистсің, жоқ. Негізі бұл хобби сияқты. Бұл хоббиің, бірақ қазір саған қызықты, бірақ өзінің бір кардиограмма секілді бір периоды болады, өзінің сәті болады. Бір қиындық сәті болады, қызық емес сияқты түсіп кеткен бір сәті болады, мысалы. Сол кездерде әбден, мысалы, 3-4 жылдан кейін басқа бір деңгейге бір тіреліп қалуың мүмкін, мысалы, бір жаңа бір деңгейге шығу сәті болады кез келген кәсіпте, сол кезде сол қиындықтан өтіп кету керек екен. Өтіп кеткен кезде тастап кетпей, сол қиындықта тастап кете салмай, қойшы, мен басқа нәрсені көрейінші, мен кемес мынау деп тастап кете салмай, мысалы, әрі қарай сол шеберлікті меңгеруге тырысқан кезде, әрі қарай нәтижесі, жаңағы ләззаты жұмысынан алатын 10 есе болады екен.
саған да болашаққа менен бір әпкелік жаңағы кеңесім, иә, Рахмет. осындай. Сондықтан қазір маған қиын емес, маған өте қызықты. Маған барған сайын қызықты. Сол. Рахмет жауабыңызға. Жаңа айтып отырсыз ғой, соның ләззатын сезініп үлгеру керек, сезіну керек, білу керек. Менде осындай бір қызықты сұрақ, осы дубляж саласында көптеген адамдар келетін алдында менің дауысым бір жуан сияқты деп солай өздеріне естіледі. Ал сіздің дауысыңыз мысалы үлкен сахналарға шыққан кезде қандай сезімде боласыз? Сіз оны есту, жазу екі түрлі тәжірибе ғой. Иә. Мысалы мен жуан деп ойлаймын, не жіңішке, дұрыс шықпай қалды деп ойлаймыз. Сондай сезімдер мысалы миымызға, жадымызға келеді ғой. Подсознание дейді, сондай өзімізге бір шектеу қойып тастаймыз. Сізде сондай бір сезімдер болды ма? Ондай сезімдер енді басында әрине болды. Ең басында даусым әлсіз шығатын сияқты сезімдер. Оқып жүрген кезде, колледжде оқып жүрген кезде толқыныстан, мысалы, біліп тұрған дүниеңді вокалдан да, дауыс деген тек қана сөйлеу ғана емес, вокал, ән де мысалы бәрі кіреді ғой. Вокалда мысалы толқығаннан өзіңді естімей қалып, дұрыс айтпай, мысалы емтихандарда сондай сезімдер болатын, толқыныстан. Ал қазір толықсыған сезім менде. Мысалы сахнада ойнап жатқан кезде мен өзімнің ағзамды, сөйлеу аппаратымды, диафрагмамды, прессімді бұрынғыдан жақсырақ сезінемін. Менде толықсыған сезім. Мен оны ары қарай қалай ашу керек екенін білем, сезем. Яғни мен енді өзімнің аппаратыммен, сөйлеу аппаратыммен дұрыс жұмыс жасай аламын. Егер де сіздегідей мысалы даусым дұрыс шықпай тұрған сезім бар, өзімді дұрыс естімей тұрған сезім бар, даусым жуан болып тұрған немесе жіңішке болып тұрған сияқты деген болса, ол сіз өзіңіздің даусыңызды әлі дұрыс меңгере алмайсыз деген сөз. Яғни оны меңгеріп үйрену керек. Ол қолжетімді дүние. Мен бір 7-ші сыныпта бастаған кезде осы дауысқа қатты қызыққам. Сол кезде үлкен журналистерден сабақ алған болатын. Сіз айтып отырсыз ғой, диафрагмамен дұрыс тыныс алу керек. Сол кезде сенің айтқан сөздерің барлығын дұрыс шығады деп. Осыдан кейін мен мысалы басқа адамдар тыңдаған кезде олардың алған тынысы болсын, демі болсын, сөйлеп жатқан кездегі үтір нүктесі маған сол есіліп қалады. Сіз осындай тәжірибе болғаннан кейін адамдардың сөйлеген сөзі сізге бірден есіліп байқалып тұрады ма? Иә, әрине байқалады. Бірден анализ жасап тұрасың. Кім қай жермен сөйлеп тұр, дауысы қайдан шығып тұр, қай жерін ашып жүрсе дауысы әдемірек болады деген сынды естіледі әрине. Енді осы алаш дауысы мектебін ашу идеясы сізге қайдан келді? Мен онлайн курстар, жалпы сабақтар беріп жүргеніме 5 жыл болып қалыпты. Ең бірінші Елорда жастары президенттік сайтына бағдарлама болды. Бүкіл Қазақстанға арналған. Сол жерден маған ұсыныс түсті. Сіз театрда жұмыс жасайсыз, онлайн курс түсіресіз бе деп. Бізге театр актер шеберлік саласынан маман керек болып тұр деп. Басқа саладан Айжұлдыз Адайбекова деген бизнес жағынан, коучингтік жағынан, Марғұлан Сейсенбай деген кісі болды басқа коучингтік жағынан. 19 жасқа дейінгі балаларға, мектеп оқушыларына толыққанды сол кәсіпті ашып беретін курс түсіру керек деді. Сол кезден басталды. Мен 12 сабақ онлайн түсіріп бердім. Басында қатты толқыдым. Қалай театр өнерін қалай онлайн үйретем деп. Сөйтіп отырып жазып бастаған кезде менің соған өзіндік бір нем бар екенін ұқтым. Ебім бар екенін ұқтым да, сол әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Сөйтіп өзі бара-бара 1000 қадамдық жол 1 қадамнан басталады дейді ғой. Бара-бара күн сабақ бере-бере бір жүйе пайда болды менде. Содан кейін ойладым, осының барлығын мен кәдімгі офлайн үлкен мектеп қылып ашқым келеді деген бір арман болды. Сосын ойладым, мен жаңағы дәл қазір оған жету үшін дәл қазір не істей аламын? Мен дәл қазір онлайн мектеп жүйесін ұйымдастыра аламын. Барып жаңағы бірден здание, орысша айтқанда здание, қазақша баспа? Жоқ, орын. Жаңа мектеп, офлайн мектеп енді барып дәл қазір ашатын мүмкіндік жоқ. Уақыт жоқ оған біріншіден жасауға болады. Мен қазір театрдам, дубляждам дегенде. Сол ойлап, қазір не істей аламын? Қазір мен онлайн дүние жасай аламын. Қазір онлайн мектеп деген өте көп. Өйткені ол біріншіден Қазақстанның түкпір-түкпірінен қатысу мүмкіндігі,
өте үйден отырып ақ адамдар айналыса алады, өте ыңғайлы. Және мысалы запись форматы, видео запись форматы, оны сабақ мектеп курс біткеннен кейін оқу кезеңі біткеннен кейін де өзінде әр адамда қалатын сонда плюстар өте көп болды. Сол ойлана келе онлайн мектеп ұйымдастырайын, ашайын деп шештім. Жасадым оны алдыңғы жылы жазда. Қазір Наурыз Сабағатова мен әріптесім құрбым екеуміз сабақ береміз. Жаңағы идеям жүзеге асқанына өте қуаныштымын. Қазір екінші поток, екінші легімізді оқытып жатырмыз. Керемет. Енді осы шәкірттеріңізден бір байқаған бір заңдылық қандай, дауыстарында сенімсіздік па? Әр адам мысалы дауыспен жұмыс істесе, әрине нәтижеге жете алады. Оны мысалы өзіңіз тәжірибеңізден де білесіз. Адам өз дауысымен жұмыс істеу үшін қандай қадамдар жасау керек ең алдымен? Сосын біз көрермендерімізге айтсақ. Менде YouTube канал бар. Аздап бір-екі видео бар әзірге. Және менде бұған видео салуды үрдіске айналдырмақшымын. Негізі сол жерден де жақсы толыққанды жаттығулар беріп отырамын. Қарап жасасаңыз болады. Бізде Instagram парақша бар, Алаш дауысы сөйлеу шеберлігі мектебі. Ол жақта да жаттығулар, пайдалы кеңестер бар. Және енді дәл қазір сіздерге, сіздің көрермендеріңіз үшін мен сол дүниелерді көріңіздер. Сол жақта толыққанды көрсетілген жаттығулар бар, толық жасай аласыздар. Әрі осы наурыз айында сөйлеу фитнесі деп аталатын тек видео сабақтардан тұратын қолжетімді форматтағы видео сабақтардың шығатынын айтқым келеді. Ол жерде күніне 5-ақ минут бөлу арқылы адамдарды ғашық ететін дауысқа ие бола аласыз. Яғни 5-10 минуттық видеолар бар, видео сабақтар, техникалық жаттығулар бар. Сол комплексті толыққанды жасасаңыз, дауысыңызды үйде отырып, үйден шықпай-ақ қоя аласыз. Мысалы, осы атомдық кітаптарында айтады ғой, күнделікті үзбей жасау керек. Мысалы, 5-10 минут болсын, ол міндетті түрде нәтижесін береді. Әрине. Менде өте қызықты, мені сіз мысалы қарадым ғой, сізді қарап, дубляждағы дауыстар әртүрлі болады. Оған бүкіл кейіпкердің жан дүниесіне сезіне алу керек, кіру керек. Бір үзінді есіңізде қалған соны сұрағым келіп тұр, сол дауыспен құбылту. Менен ылғи осылай сұрайды, мен ылғи кішкене сасып қаламын. Өйткені 1045 жоба болды. Соның ішінде мысалы тексті сол кезде ғана береді, бізге одан кейін алуға рұқсат жоқ қой, ұмытып қаласың. Қазір енді еске түсіріп көрейін. Мысалы Аватардан айтуға болады. Трейлеріндегі бар сөздер. Аватардан Нейтериді дыбыстаймын. Джектің жары жұбайы 1-2-сінде дыбыстадым. Сол кезде ол қатты ашуланып, Найтири енді Аватар адам емес қой, кішкене тамақпен сөйлейді да, деген сынды ашуланған кезінде де деп өлтіретін кезде де тамақпен сөйлейді. Бұл біздің үйіміз деп ішпен сөйлейді. Тоқта, Джек деген сынды. Бірден кейіпке кіріп кету сізге ауыр болмай ма? Әлде бірден сезінесіз бе қарап тұрған кезде экрандағы кейіпкерлерге? Енді бірінші зерттейсің, қарайсың, дубляж режиссер түсіндіреді, мынау фильмді болып толыққанды көріп дайындалып алады. Сосын айтады, мына сенің кейіпкерің осындай деп түсіндіреді. Сосын сол кейіпкердің, қараңыз, дубляж деген көбісі тек дауысты дыбыстау деп, дауысты құбылту деп ойлайды. Дубляж дегеніміз, дыбыстау өнері дегеніміз, ол негізінде актер шеберлігі. Сіз студияда, мысалы, оригинал түпнұсқа форматтағы фильмді, мысалы, оны жарты жыл, 2-3 ай фильмдегі актриса қиналып, съемка площадкасында жүріп, роль шығарды, соны жаңағы форматқа жинап, кино қылып барлығы премьерасын жасады, мысалы. Енді соны, мысалы, дыбыстаған кезде қазақшаға, мысалы, өзге тілден кеп тұр ғой. Енді соны қазақшаға дыбыстаған кезде дубляж актерлар сол дүниенің бәрін студияда 2 сағатта, 2 аптада ғана дәл солай ойнап беру керек. Тек ол дауыс құбылту емес. Сондықтан да дубляж өнері деген ол ең бірінші актер шеберлігі. Жаңағы дауыс іздеп керек емес, кейіпкерді зерттеп, сонымен бірге өмір сүру керек. Бірақ студияда қиындығы да, қызығы да сода. Солай. Маған енді ол ауыр емес әзірге.
жоқ, мүмкін мен ауыртпалығын өзім сезінбеймін. Ауыртпалық әрине бар, өйткені маған ол қатты ұнайды. Шабаңызға рахмет. Және кейіпкерді сезіну керек деп айтып отырсыз ғой. Сіздің қаншама жылдық театрда еңбегіңіз, тәжірибеңіз бар. Мен барлық осы театр актриса актерларынан сұраймын. Мысалы, бірден театрда қойылымды сезіліп, бәрін бірден жеткізу керек. Бір мысалы дубляжда бірден қайттан жазу деген жоқ. Бір қызықты Жоқ, дубляжда бар, қайтадан жазу деген бар. Қайттан жазасыздар ғой. Ал театрда мысалы жаза алмайсыздар ғой. Бірден ойнайсыздар. Сол сияқты бір қызықты оқиғаңызбен бөліссеңіз. Одан қандай сабақ алдыңыз содан кейін? Мен осындай қызықты оқиға сұраған кезде, жалпы күнделікті тірлікте де сұрайды ғой. Менде жоқ ондай оқиғалар. Білмеймін, өйткені мен өзім тым жауапкершілігім мол адаммын. Жаңағы сахнада сөз ұмытып қалу, күліп жіберу деген дүние менде өте аз болып тұрады. Мүмкін өзгерткен бір ой салған, бұнаны басқаша осылай жасау керек деген бір ақыл кеңес болсын бөлісе кетсеңіз. Ақылы кеңесім актер шеберлігінде оқитын адамдар үшін, болашақ актерлар үшін ақылы кеңесім: маған жазылыңыздар. Маған жазылыңыздар, оқыңыздар. Инстаграмда, ютубта, сол жерде өте үлкен көп дүниелермен бөлісемін. Шын айтамын, ол маған жай ғана ұнайды. Жалпы сабақ берген, бөліскен маған ұнайды. Ол мен мақтанғаннан, керемет болғаннан емес. Мен оны өмір бақи жасаймын деп ойлаймын. Алла ғұмыр бергенше, қанша ғұмырым бар, осылай сахнада да, өнерде де қызмет ете жүріп, бөлісіп отырамын. Жауабыңызға рахмет. Біздің подкаст ой таста деп аталады. Енді осы подкасттың арасында, сұхбаттың арасында біраз ойлар тасталып кетті деп ойлаймын. Оқиғадан, ақыл кеңестерден. Осы біздің көрерменімізге қандай ой тастар едіңіз? Өзіңіздің ішіңізге үңіліңіз. Әрдайым. Барлық жауап біздің ішімізде. Көбіне мысалы адамзаттың өзінің системасы, құрылымы сондай, бір сәтсіздікке біз біреуді кінәлаймыз. Біреуді мысалы ұнатпаймыз деген сынды болып тұрады ғой қарым-қатынастарда. Соның барлығында негізі шындық, шынайы шындық, оның барлығы біздің ішкі күйіміздің айнасы. Сіздің жаныңыздағы адамдардың барлығы расымен 100% сіздің айнаңыз. Сондықтан әрдайым өзіңізді тыңдаңыз, өзіңіздің ішіңізге үңіліңіз және өзіңізді алдамаңыз. Уақыт бөліп бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Біздің көрермендерімізде осы сұхбаттан зерделі ой түйді деген ойдамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.